Кешірші десең де жүрек бұрынғыдай соқпайды. Мөлдір Мұқанова Тұрсынбек Қабатовқа жазба арнады. Елімізге танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың әйелі Мөлдір Мұқанова желіде жаңа бейнежазба жариялады. Ол бейнежазба арқылы өзінің жүрегі жаралы екенін жазды. Кешірші десең де жүрек бұрынғыдай соқпайды. Жара жазылса да ізі қалады. Жүрек бәрін ұмыта алмайды. Себебі ол енді бұрынғы емес. Кімге таныс жағдай деп жазды ол. Өнер иесінің оқырманы оған ажыраспаған болсаң халықты мазақ қылма деп ескерту жасады. Ал кейбіреулер мөлдір, егер сен хайп жасасаң, халықты мазақ етсең, онда сен алаяқтық қатарына қосыласың. Елді өзіме қаратамын деп мазақтауға болмайды. Халық саған ойыншық емес айналайын. Әрине, ажыраспағаның жақсы, бірақ халық сенімен өштесіп алуы мүмкін. Дәл қазір сенің сөзіңді сөйлеп, аямай лайк басып қолдап жүрміз. Алайда, алаяқтыққа жол берме. Кейбір адамдар сені хайп жасап жүр деп айыптап жатыр. Олай жасама, ол алаяқтық. Ол жеген наныңның арам болады. Сенің 5 балаң бар, арам нан жегізбе. Лайым балаларыңның нанын адалынан жесін деп тілектеспін. Олар әлі кішкентай, өмірлері алда. Хайп жасама, жаман нәрсе. Ол харам деп бір оқырман өз ойын қалдырды. Мөлдір Мұқанова бұл пікірге ешқандай да хайп емес деп жауап қатты.